Базарбай Надыров Қарақалпақ қалқнамаларын һәм жаһан дүрданалары саналған классикалық қосықларды кәміне келтіріп атқаруда өз лапызына, өз жолына ие ажайып талант иесі. Оның дауыс диапазоны һәм атқару шеберлігі қосықтың әр қандай бәлент хәуішіне қиланбай шыға алатұғын, керек жерінде ең нәзік басқышқа дейін түсе алатұғын өзгешелігі менен басқалардан айырылып тұрады. Оның өмір жолы да ешкімге ұсамаған. Жетімліктің ауыр қысыметін басынан кешіріп, тұрмыста қайнап піскен һәм қайралып өскен азамат. Мен 1937 жылы Ақтерек қожалығында туылғанмын. 37 жыл 40 жылға қарап мен әкем Нәдір қайтыс болып, анам, менен үлкен ажағам үшеуміз қалдық. Үшеуміз қалғаннан кейін, әкем қайтыс болғаннан кейін анам тұрмысқа шықты. Тұрмысқа шыққаннан кейін бұл тұрмысы жүдә ауыр болды да, анамның жүдә ауыр болды, қатты. Уақытта біздер қатты бай едік. Екі отау бар еді, сонша қой, маллар бар еді. Бәрінен айырылдық, 45 жылға дейін бәрінен айырылдық. 45 жыл 8 жасар уақытымда өгей әкем мені Абат жармыстың жағасында Қазақбай Бажбан деген тұрар еді. Қазақбай Бажбанның әйелі сол менің өгей әкемнің қызы еді. Сол жерге атбағар қылып жіберді. Соның үйінде екі атын сиырларын бақтым. Сөйтіп, анам сол жылы келіп ауырды да, қатты ауырды. Анам бәр айында қайтыс болды. Анам қайтыс болды, сонан көп ұзамай-ақ менің бір ағам бар еді, Жемрат деген әкем мені туысқанлар. Сол балаларым селілер бүйірді қор баласылар, жетім қалдыңдар. Енді селерге қарайтын адам жоқ деп, менің өгей әкемнің үйінен айырып алып. Сөйтіп мен әзіргі Волксымның қасында бұрын Қызыл Сәуле деген колхоз бар еді, сол колхозда Зибира деген апам бар еді. Сол Зибира апамның қолына келдік. Келгеннен кейін бізді сол жерде Мәдениет колхоз, Каганович колхоз, Қызыл Сәуле колхоз деген бар еді. Үш колхоздың ауыл советі бар еді. Кәрім Ақсақал деген бар еді. Кәрім Ақсақалдың өзі келіп, әжапамның үйіне келіп, мені сорап алып кетті. Бұл біздің ауылдың жарлығын бағады деп. Бардық, маған 100-ден асылым қой жарлығы бар екен сол ауылдың. Соны бағасаң деді, яқшы. Қысы менен бақтым. Енді онда тек қана маған ауқат береді. Базарбай ауыл елдің қой жаллығын дерліп 3 жылға шамалас бағып күн кешірді. Кен жазық далада қой ізінде жүріп, қош хауазға салып қосық айтқанларын есткен ауылдың жасыл көйлері һәм ағайын туғалары оны 1947 жылы Шымбайдағы балалар үйіне тәрбиелануға жіберді. Педучилище бар еді Шымбайда. Сол жерде Мұхаммеджан деген кісі бар еді, скрипач, музыкант. Сол дедомға келіп, талантлы балалар жинатты. Талантлы балалар жинағаннан маған айтты, не айтасың? О, қосық айтамын. Тастадым қосты. О, болады, сен боласың деді. Сөйтіп маған айтсам, мандолинді оқисың деді. Нота үйретемен деді. Ақшы, бір 18 бала жиналдық. Читальный зал бар, сол читальный залда күнде келіп
doskaga notany yazıp üretet bizlerge. Базарбай Надыров 1952 жылы 15 жасқа шықты. Ол енді еркін тұрмыс кешіруі керек еді. Балалар үйі оны бір топар жастар менен қосып, Ангренге құрылысқа жіберді. Міне осы уақыттан бастап ол Базарбай Надыров болып таныламан дегенше құрылыста, шахтада, өндірістің басқа да тарауларында іследі. Іслеп жүріп оқыды, оқып жүріп қосық айтты. 1957 жылғы Ташкентте өткерілген Қарақалпақ әдебиеті һәм мәдениеті күндері оны үлкен сахнаға алып шықты. Базарбаев Надыровны мен 50 yıldan aştı tanıganımga 1958 yılının başlarında Toshkentdan baletmeyster Liza Hanım Petrosova keldi. Ondan avval men eshitgan edim, shu bizning Qoraqalpoqlar to'planib bir ansambl tuzib, Lizaxon 1 marta Qoraqalpoq iskutvosini butun dunyo yoshlarning festivali bo'ldi Moskvada. O'shanda 1 marta bizning Qoraqalpoq yosh yigitlar, qizlar Moskvaga bordi. Sonya Davletkeldieva degan bir Toshkentdan kelgan bitta bir necha yil ishlagan dirijor xormeyster bor edi. U bizlarga xorlarni o'rgatardi. Mana shu Bozorboyni yonida yana bitta bizlar bilan o'shanda boshlagan Kengezboy bor edi, Isayev. Kengezboy bilan Bozorboyga duet o'rgatdi. O'shanda bularni aytgan birinchi ashulasi Abadan edi. Ham birinchi duet bo'ldi Qoraqalpoq san'atida. Hamda 1 marta Qoraqalpoq san'atida 2 ovozli bir qo'shiq yangradi. Tek bir maksat yürekler, vade yetken vakit keldi abadan. Davr derman berdi, kamal vakildi, ullu zaman vakit berdi abadan. Düşün kim maydanda mal bağır, kızda şopan jürer düzde ot çağır. Oylaysan kozuğa, oğralar tağır, koşan tayın kuşağımda avadan. Oynaysan kozuğa, oğralar tağır, koşan tayın kuşağımda. Bozorboy elimizдің, мәдениетіміздің, көркем өнеріміздің, соның ішінде қосықшылық көркем өнерінің үлкен байтарегі деп мақтаныш етсек арз айтуын азамат болып есептеледі. Бозорбойдың бір лахида Алла Тағала берген, табиаттың берген ауазы бар. Мысалға, дауыс орнына қою мүмкін, мұғалім оқытуы мүмкін, бірақ сол табиаттың берген дауысы болса, бұл еш уақытта өнермейтұғын, еш уақытта өшпейтұғын дауыс. Міне Бозорбой сондай дауысқа ие. Бозорбой халық қосықларынан жүдә жақсы атқарумен бірге, әлбетте как профессионал қосықшы есабында бұл профессионал композиторлардың операларынан ариялар айтуға жүдә шебер атқарушы болып есептеледі. Хам қалқынамаларын жүдә жақсы кәміне келтіріп айтатуын үлкен қосықшы. Bölüm yerler Qoraqalpoqdan yürek uşab qankılasın qasqın
ысылғасынға айдын айдын көллер қара қалпақтан шаруалары көшіп атау жайлаған бие сауып қатар құлын байлаған құлан киелері секіріп ойнаған қия қия шөлдер қара қалпақтан құлан киелері секіріп ойнаған қия қия шөлдер қара қалпақтан қызлары бар қия қия қастары инен жабар өрім өрім шаштарыңа шашпауыңда алтын гауһар тастарыңа перизаттай қызлар қара қалпақтан шашпауыңда алтын гауһар тастарыңа перизаттай қызлар қара қалпақтан Базарбай Надыров көркем өнер тарауында 50 жылдан аслам қызмет етті. Бұл аралықта ол халық қосықларын атқаруда өз жолын белгіледі. Тек қана қосықшы емес, сонымен бірге жоғары мамандықтағы ұстаз Ханеге де. Қосықшылық өнері арқылы Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артисті Бердіғ атындағы мемлекеттік сыйлықтарын алуға ерісті. Ұстазлық тарауында Өзбекстан халық білімдендіруінің ағласы дәрежесіне жетісті. Қазір оның бірнеше оллаған шәкіртлері ізін өкшелеп киятырған белгілі талант иелері. Жылтыр екен наз ұйқыда оянбайсаң яр келгенде сазбенен хауаз бергенде тақат қалмас енді менде жата берсең наз ұйқыда көп жатсаң қапа боларман яки зүлпіңнен тұтарман ақ сүйніңе қол саларман жата берсең наз ұйқыда. Енді біздің колледжда мектептегіден бұның айрықшасы ұстазлық дегенде мен, например, өзімде 7 бала таярлап шығатын болсам, классымда 7 бала бар. Аптасына 4 мәртеден сабақ беремін. Аптасына 4 мәртеден. Сонда менің жәрдемшім болады концертмейстер, мына пианинода ойнайтын. Мен әуелеп боларды баланы арасы төріп кетемін. Дауысты қандай алу керек, қандай еткенде қандай болады, қандай жақсы шығады, қандай дем алу керек, бар жоқ нелерін үйретемін. Сөйтіп дауысты жақсылап неткенге қосық береміз. Қосық бергенде мына қосық мынадай айтуым керек деп әуеле түсіндіресің оған, жақсылап түсіндіресің, сонан кейін барып үйретеміз. Бір баланы 2 мұғалім оқыта бастайды. Базарбай Надыров тек қана колледжде емес, ұстазлық ісін өз шаңырағында да давам етеді. Қызы Айгүл Надырова, ақлығы Айсанем, оның һәм перзентлері, һәм шәкіртлері. Sağ
талантлы қозықшы, бәлент лапыс иесі, талапшаң ұстаз Базарбай Надиров 70 жасқа толды. Саналы өмірінің 50 жылын көркем өнерге бағышлаған, халық сүйген қозықшының бұл мәртебелі тойын бүткіл жәмиетшілік болып, кең түрде белгіледі. Ол хақиқатында да ұсындай хүрметке лайық ажайып инсан. Sen bakan, benim ayıbım diye çalındım mağan. Çaldırandı diye inanmay sakın, aytkan sözüme inanmayman ben seni. Çaldırandı diye inanmay sakın, aytkan sözüme inanmayman ben seni.